Сәлеметсіздер, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Қазір мен атмосфералық қабаттарды географиялық тұрғыдан модельдейтін боламын. Ең бірінші, географиялық модельге керекті графикалық материалдарды жұмыс үстеліндегі папкаға орналастырдым. Енді маған қажетті модельдеуге қажетті суреттерді мен интернеттен жүктедім. Бұл жерде атмосфералық құбылыстардың көрінісі бейнеленген суреттерді сіздер көруге болады. Қазір бірінші мен Snagit редакторын ашамын. Snagit редакторы ашылды. Енді модельдеуге қажетті мына парақты мен Snagit редакторына жүктеймін. Менің мысалымда мынандай шақпақ бетті парақ. Өйткені схема сызу үшін нақты бір дәлдікті талап етіледі. Бұл парақты мен қазір біраз үлкейтемін. Шан жағын үлкейтіп жатырмын, өйткені жазуға маған қажетті орын керек. Жақсы. Енді сәл бұлай созуға болады. Енді барлығын реттеп болғаннан кейін сгладить все батырмасын басамыз. Міне, берілген парақ сәл үлкейді. Енді мен стрелка батырмасын басамын. Стрелка батырмасына маған қажетті стрелкалық белгілерді таңдаймын. Менің мысалымда қызыл түс. Ең бірінші X, Y осыны сызамын. Мынау бізде X осі болады. Бұны мен сәл стрелканы үлкейтемін, өйткені кішігірім болып тұр. Оныншы бізге жарайды. Енді дәл осы тәртіппен мен Y осыны сызамын. Егер де X осі салынғанына, дұрыстығына көз жеткізсеңіз, онда сглаживание батырмасын басуға болады. Енді мен Y осыны тұрғызамын. Y осі тұрғызылды. Тағда сгладить все. Егер дұрыстығына көз жеткізсеңіз, сгладить все батырмасын басамыз. Жақсы. Енді өздеріңіз білесіздер, биіктеген сайын 5 атмосфера қабаттарын біз кездестіреміз. Мен мына биіктіктерді дәлдікпен көрсету үшін әрбір 4 клетка сайын мен 100 километрден алып отырамын. Міне, 1, 2, 3, 4. 100 километр. Оны мен сызық батырмасын басу арқылы белгілеп отырамын. Одан кейін 1, 2, 3, 4. 200 километр. 1, 2, 3, 4. 300 километр. 1, 2, 3, 4. 400 километр. 1, 2, 3, 4. 500 километр. 1, 2, 3, 4. 600 километр.
Не. Енді мына сызықтың дұрыстығына көз жеткізсеңіз, сглаживать все батырмасын басуға болады. Енді әрбір биіктікті біз белгілеп шығамыз. 100 километрін жазбай қойық. Тек қана сандарын жазсақ, менің ойымша жеткілікті. 100 келесі 200. Шрифті сәл үлкейтуге болады. 300. 400. 500. 600. Міне, құрметті әріптестер, X, Y өсін сызып, белгілі бір биіктіктерді біз Y өсіне белгілеп шықтық. Енді сандардың жазылуына көз жеткізсеңіз, онда сгладить все батырмасын басуға болады. Енді ары қарай, құрметті әріптестер, белгілі бір биіктікте таралған атмосфералық қабаттарды біз көрсетеміз. Ең бірінші маған линия батырмасын басамын. Линия батырмасына қажетті, мысалы үшін маған сызықтарды таңдаймын. Мен үзік сызықтарды таңдағым келіп отыр. Мысалы маған жасыл түс өзіме жақын, сондықтан жасыл түсті таңдап отырмын. Енді тропосфера қабаты мына X өсі 0 болатын болса 20. Тура 2 клеткалы 50 километр болатын болса, оның жартысіне жетер-жетпес бізде тропосфера қабаты, тропосфера қабатын былай көрсетіп қойдық. Енді осы сызық кішігірім болғандықтан оны үлкейтуге болады. Менің ойымша 10-шы жуандық дұрыс секілді. Бұл бізде тропосфераның шекарасы. Келесі 20-дан 50-ге дейін бізде стратосфера. Стратосфера шекарасы. Келесі 50-ден 85-ке дейін, 85, 100-ге сәл жетіңкіремейді, бізде мезосфераның шекарасы. Келесі термосфера 85-тен ең көп біраз бөлігін алып жатқан, ол бізде термосфера. Примерно осы жерге дейін термосфера алып жатыр. Термосфера. Егер шекараларға көз жеткізсеңіз, онда сгладить все батырмасын басуға болады. Енді мен қазір сіздерге осы атмосфералық қабаттарды жазып шығамын. Ең бірінші бізде ол тропосфера. Тропосфера. Келесі стратосфера. Стратосфера.
Келесі мезосфера. Мезосфера. Ең көп биіктікті алып жатқан ол бізде термосфера. Термосфера. Олай тура ортасына көрсетіп қойайық. Одан кейін экзосфера 690 километрден бастап 10.000 километрге дейін алып жатыр. Оны бұлай экзосфераны көрсетіп қойайық. Ол 10.000 километрге дейін модельде ол кішкене қиынырау болады. Сондықтан біз тек қана атын және биіктіктерін жазып қойайық. 690 километр. Одан кейін сызықша 10.000 километр. Бұлай әдемілеп жаз қоюға болады. Яғни жоғарғы аймақ ол экзосфера болып есептеледі. Бүкіл планетарлық газдар ол ғарыш кеңістігіне ауысады. Енді атауларын дұрыстығын жазылуына көз жеткізсеңіз, сгладить все батырмасын басамыз. Жақсы. Енді бізге маңызды әрбір атмосфера қабаттарында қандай құбылыстар болатынын мен суретпен көрсеткім келеді. Ол үшін біз суреттерді қазір көшіру үшін артық мына шақпақтарды мен алып тастағым келеді. Ол үшін сіздер выделение батырмасын басасыздар. И выделение батырмасындағы многоугольникті басқан кезде сіздер артық парақтарды алып тастау мүмкіндіктеріңіз артады. Артық парақты алып тастадым. Енді мен атмосфералық қабаттарды қазір оларға құбылыстарды сәйкестендірем. Ең бірінші бүкіл ауа райы құбылыстары бізде болады тропосферада. Міне тропосфераның жанына жауынның суретін бұлай салып қоям. Бұл мысалы тропосферада ауаның 80% ауа райы құбылыстары, жауын шашын, найзағай ойнау, қар жауы, жаңбыр жауы барлығы тропосферада болады. Тіршілікке қажетті жағдайлар осы тропосферада орналасқан. Енді бұл құбылыс тропосферанікі екенін көз жеткізу үшін мен жасыл түспен стрелкамен былай көрсетіп қоям. Сәл жуандықты арттыруға болады. Стрелка былай дұрыс болады. Келесі, стратосферада орналасқан бізде озон қабаты. Енді озон қабатының схемалық суреті жоқ, оны мен сызық әдісімен көрсеткім келеді. Ол үшін линия батырмасын таңдаймын. Озон қабаты мен көрсеткім келеді көк түспен. Стратосферада бізде орналасқан озон қабаты. Жер бетіне келетін
ультракүлгін сәулелерден озон қабаты бізді қорғайды. Так, оның атын мен жазып қоям. Келесі мезосфера. Мезосфераның ерекшелігіне келетін болсақ, ең биік күміс бұлттар орналасқан, метеорлардың жануы осы мезосферада аяқталады. Метеорлар көрсетілген схемалық суретті мен мезосфераның жанына былай шоғырландырам. Метеорлардың жануы осы мезосферада болады. Мезосферада болатын құбылыс екенін нақты көрсету үшін мен стрелкамен тағы да былай көрсетіп қоямын. Жуғандықты онға дейін үлкейтем. Келесі термосферада. Термосферада солтүстік және оңтүстік полюстің маңайында поляр шұғыласы болады. Изображение үлкен, да деп айтамыз, бірақ қазір оны кішірейтеміз. Поляр шұғыласы және ең ыстық температура осы термосферада байқалады. Оны да стрелка әдісімен мен көрсетіп қоям. Міне, құрметті әріптестер, биіктеген сайын атмосфералық қабаттардың схемалық моделін біз сызып шықтық. Енді өздеріңіздің талаптарыңызға байланысты схеманы түрлендіруге болады. Мысалы, әрбір ауа қабаттарына мысалы оның ерекшеліктерін жазып қоюға болады. Мысалы, тропосферада ауаның 80% орналасқан ауа райы құбылыстары, стратосферада озон қабаты, мезосферада ең биік күміс бұлттар, метеорлардың жануы аяқталады деген секілді. Термосферада поляр шұғыласы болады, температура 1000 градусқа дейін көтеріледі. Ал экзосферада планетада жинақталған газдар ол ғарыш кеңістігіне ауысады. Міне, құрметті тыңдармандар, дәл осындай схемаларды сіздер Snagit редактор арқылы сызуға болады. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.